Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары алгебра пәні 1-90-ға арналған ТЖБ тапсырмасының екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші есеп: бір мүшенің коэффициенті мен дәрежесін анықтаңыз. Оқушылар, коэффициенті осы айнымалылардың алдында тұрған саны, яғни 11-ден 7, ал дәрежесіне келетін болсақ, x-тің 7 дәрежесі, мінекей y-тің 1 дәрежесі бар. Қосқан кезде 8 дәреже болады, соны 11-ден 7 және 8 дәреже. Мінекей v болады екен. Енді екіншісінде, егер үшбұрыштың қабырғалары көп мүше түрінде берілген болса, оның периметрін табыңыз. А, мінекей А-ның мәні берілген, Б-ның мәні және С-ның мәндері берілген, яғни үшбұрыштың үш қабырғасының мәндері. Жауабын стандарт түрдегі көп мүше түрінде жазып, оның дәрежесін көрсетіңіз. Оқушылар, фигураның периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. А, Б, С үшбұрыштың үш қабырғасын қосамыз. Сонда енді мұнда ұқсас мүшелер қосамыз. 2x y куб, 3x y куб және 2x y куб қосамыз. Коэффициенттер қосылады. 2, 3, 2-ні қосқан кезде 7x y куб болады. 6x пен 2x-ті қосамыз, таңбалары бірдей, 8x болады. Оқушылар, соңында мінекей минус 4y аламыз. Енді дәрежесіне келетін болса, оқушылар, осы бір мүшелердің дәрежесін есептейміз. Мінекей x-тің 1 дәрежесі бар, y-тің 3 дәрежесі бар. Қосқан кезде 4 дәреже болады. Мұнда 1 дәреже, мұнда 1 дәреже, сонда дәрежесі 4 болады. Енді үшінші есепте көбейткішке жіктеңіз. 4x квадрат, 4xz, екеуінде де 4x бар. Жақшаны алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде x қосылған z қалады. Қосылған 3x қосылған 3z, екеуінде де 3 бар. 3-ті жақшаның алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде x қосылған z қалады. Енді оқушылар, x қосылған z пен x қосылған z бірдей болғандықтан бір жақшаға аламыз. Ал 4x қосылған 3-ті бір жақшаға аламыз. Мінекей осылай көбейткішке жіктейміз. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмада спорт залдың көлемі 1700 метр куб. Егер әрбір куб метрге 2,3 көбейтілген оның 11 дәрежесі бірлік шаң сәйкес келсе, спорт залда қанша бірлік шаң болатынын анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңыз. Оқушылар, ең алдымен 1700 метр кубты стандарт түрде жазып аламыз. 1,7 көбейтілген 10,3 дәрежесі метр куб деп аламыз. Оқушылар, егерде өтіріп бізде оң жақтан сол жақ қарай қанша орын жылжыса, оң таңбамен аламыз. Мінекей 1 орын, 2 орын, 3 орын жылжыған, сол үшін 10,3 дәрежесі деп аламыз. Енді 1,7 көбейтілген 10,3 дәрежесін көбейтеміз 2,3 көбейтілген 10,11 дәрежесіне. 1,7 мен 2,3-ті көбейтеміз, 3,191 болады. Көбейтеміз, мұнда 3 дәреже, мұнда 11 дәреже, арасы көбейтіліп тұр, дәрежелер қосылады. Сонда мінекей 4-ші есептің мәні 3,191 көбейтілген 10,14 дәрежесі бірлік болады. Келесі оқушылар, 5-ші есеп, есептеңіз. Оқушылар, 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі. Минус 2 дәрежені есептеуі қолайсыз болғандықтан осы бөлшекті 1-ге бөлеміз. Сонда бізде 2-ның квадраты болады. Сонда алыммен бөлімі не істейді? Орны алмасады. Енді минус 9-дан 5-дің 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Мұнда 3-ден 1-дің квадраты 9-дан 1 болады. Мұндағы бөлуді көбейтуге ауыстырып 3-ден 1 деп аламыз. Мына 3 санын алыммен бөлімнің орнын алмастырып жазамыз. Астында 1 бар деген сөз, сонда 3-ден 1 болады. Енді 2-ның квадраты 4, азайтамыз, 1-ді қосамыз, мына екеуін көбейтеміз,
9 пен 3-ті көбейтсек 27 алымы 1 болады. 4-тен 1-ді азайтамыз, 3 болады. 3 қосылған 27-ден 1 тең болады 3,27-ден 1-ге. Келесі оқушылар 6-шы есепте, егер шаршының ауданы 9 есе үлкейсе, онда оның периметрі қаншаға үлкейеді? Жалпы оқушылар шаршының ауданын табу үшін қабырғасын квадраттаймыз. Енді бізде бастапқыдағы қабырғасының мәні белгісіз. Яғни бірінші мәндегі А1-ді белгісіз деп аламыз, оны x-ке тең аламыз. Сонда бірінші бастапқы кездегі ауданын x квадрат деп аламыз. Енді ол 9 есеге көбейген, яғни екінші кездегі ауданы 9 есеге көбейетін болса, 9x квадрат болады. Осы 9x квадратты біз 3x көбейтілген 3x деп аламыз да, екінші кездегі қабырғасының мәнін табамыз. Сонда ол екінші кездегі қабырғасы 3x-ке тең болды екен. Енді периметрін табамыз. Периметр табу үшін оқушылар қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Енді бірінші кездегі периметрін табу үшін 4 көбейтілген А1 деп аламыз. 4 көбейтілген А1-дің орнына x-ті қояйық. Сонда 4x болады. Енді екінші периметрін табайық. 4 көбейтілген А2. А2 бізде 3x-ке тең. 4 көбейтілген 3x тең болады 12x-ке. Енді қанша есеге үлкенін табу үшін осы периметрлерді бір-біріне қатынастырамыз, яғни бөлеміз. 12x-ті бөлеміз 4x-ке, сонда 3 болады. Сонда оқушылар жауабы 3 есе үлкен болады екен. Оқушылар, бүгінгі ТЖБ-ны талдау сабағым осымен аяқталды. Егер оқушылар менің каналыма жаңадан қосылған болсаңдар, каналға кіріп, алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің сабақтарын көрсеңдер болады. Түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.